Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздерге PowerPoint тақырыбы бойынша мынандай тапсырма берілген. Тапсырмада бірінші орындау керек Microsoft PowerPoint бағдарламасы. Microsoft PowerPoint бағдарламасын іске қосу керек. Іске қосудың бізде екі жолы бар. Біріншісі жіберу батырмасы арқылы, екіншісі экрандағы тышқанның оң жақ батырмасын басып, создать батырмасын басып, Microsoft PowerPoint-ты таңдау. Мен бірінші жол арқылы PowerPoint-ты іске қосып жатырмын. PowerPoint-ымыз қосылды, слайдымыз ашылды. Экранның бетін жалпы мен сіздерге түсіндірген болатынмын. Бірінші қатарымыз меню қатары, жалпы слайдтың PowerPoint-тың құрылымы туралы таныстырып өткенмін. Бұны барлығымыз білеміз. Екінші, бізде былай деген, бос слайд бар, жаңа презентация құрыңыз дейді. Бос слайд бар, жаңа презентацияны құрдық. Міне бос слайдымыз, жаңа бетіміз бар. Енді осы жерде үшінші слайдқа фон таңдаңыз дейді. Слайдқа фон таңдап, келесі команданы орындаңыз деген. Сіздерге командасы қалай орындалу керектігі жазылған. Слайдқа фон таңдап алайық. Фон таңдау үшін біз барамыз қай батырмаға? Меню қатарынан дизайн қатарына барамыз. Сол жерден кез келген фонды таңдай аламыз. Мына жерден фонды таңдап, одан кейін барып түстерін өзгертуге біздің мүмкіндіктеріміз бар. Алдыңғы жолы сіздерге түсіндірген болатынмын. Осы жайлы. Одан кейін барып, төртінші слайдқа бәйтеректің суретін кірістір дейді. Енді бәйтеректің суретін интернеттен алайық. Бәйтерек. Бәйтерек. PNG деп жазып көрейік. PNG деген атында фоны болмау керек деген сөзіміз ғой біздің. Сол бәйтеректің суретін алып алайық. Суретіміз ашылды. Сохранить етейік. Көшіріп алдық, копировать етіп алдық. Одан кейін барып, сол суретті вставка жасадық. Яғни біз өзіміздің слайдымызға кірістірдік. Кірістіру үшін бізде жылдам батырмалар арқылы қолдандым. Жылдам батырма бізде қою кірістіру дегеніміз Ctrl-V. Күнде сабақта өтіп жүрміз. Ctrl-C сохранить ету, Ctrl-V қою вставка батырмасы. Бәйтеректің суретін қойдық. Одан кейін бізде деген сурет салу саймандары арқылы әртүрлі жұлдызшалар орналастырамыз дейді. Сурет салу саймандары бізде фигура, вставка, одан кейін фигураға барамыз. Фигурада әртүрлі жұлдыз, жұлдыздың неше түрлі түсі бар бізде. Содан әртүрлі жұлдыздарды аламыз. Мен сіздерге енді мысал ретінде 4 қана жұлдыз алайын, өздеріңіз көбейтіп алсаңыздар болады. 2, жан-жағына 3, сосын соңғы жұлдызымыз бізде 4, мына 2 жұлдызымыз қайталанып қалды. Сондықтан жаңа жұлдызша алайын, 5 жұлдызды жұлдызым, 5 бұрышты жұлдызды алдым. Оның түстерін бізде өзгертуге болады. Мына жерде әр жұлдыздың түсін әртүрлі түске бояп алуға болады. Одан кейін барып, осындай слайдтың 3 көшірмесін жаса дейді. Осы слайдтың біз 3 көшірмесін жасау үшін бірінші слайдқа барып, тышқанның оң жағын басып, копировать деп басуымыз керек. Бірінші көшірмесі, екінші көшірмесі және үшінші көшірмесін жасадық. Барлығы сонда 4 слайд болу керек дейді. Әр слайдқа өзгерістер енгіз және әр жұлдызшаның түсін, көлемін өзгерт. Осылай, екінші бетке барып, оның түсін өзгертеміз. Түсін өзгерту үшін біз формат менюден форматты таңдап, түсін өзгерте аламыз. Осы жерден одан кейін барып, бұл жерде егер түстер ұнамайтын болса, біз мына жерден заливка фигураға барып, басқа түсті таңдап алуымызға болады. Таңдадық. Екіншісіне
тағы да басқа түсті таңдайық, сары түсті таңдайық. Оның контуры бар, контурына көк түсті таңдап алсақ болады. Және бұлардың көлемдерін үлкейту үшін мына жерде үлкейту, кішірейту батырмасын қолдануымызға болады. Осылай 4 бетті 4 түсті ғып жасап шығамыз. Және басқа жұлдызшаларды да ауыстырамыз. Жұлдызшаларды ауыстыру үшін вставка, одан кейін фигураға барып, басқа жұлдызшалар қойсақ болады. Жұлдызшалардың түрлері міне 8 бұрыштынан бастап 32 бұрыштыға дейін барады. Одан кейін барып, осы беттерге переход жасаймыз. Переход жасау үшін бізде 4 бетімізге 4 түрлі переход болу керек. Бірінші переходты осылай алсақ болады, екіншісін бұлай, үшіншісін бұлай. Әртүрлі болу керек. Сіздерде мен бұны жай ғана таңдап алып жатырмын. Сіздер әдемілеп өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады. Оларға анимация қоюымыз керек. Жұлдыздарымыз әдемі болып ұшып келіп, бірінен кейін бірі ретімен шықса дейміз. Мысалы, мына бірінші жұлдызға алсақ, бұл айналып келеді. Екінші жұлдызымыз бізде бұлай жай ғана көрінетін болсын. Үшінші жұлдызымыз жоғалып көрініп, түсі өзгерді, байқадыңдар ма? Одан кейін барып келесі жұлдызымызды мынандай түрде алайық. Осылай өзгерістер енгізуімізге болады. Осы жұмысты сіздерден күтемін.